Сәлеметсіздер ме? Есімім Толғанай Молбай, трейдингте 3 жылдық тәжірибесі бар экспертпін. Үндістандық СНР дегеніміз не? Бүгінгі тақырып осы. Мен үндістандық СНРге дейін қанша білім алдым, қандай білім алдым, содан бастасақ. Ең алғаш 2023 жылы шілде айының соңында мен трейдинг саласына келдім. Осы кезде ең алғашқы сабағымды офлайннан бастаған болатынмын. Енді ол кезде менде білім жоқ, трейдинг деген не екенін білмегеннен кейін мен аса маңызды сұрақтарды қоя алмаймын. Өйткені маңызды сұрақ қою үшін адамда білім болу қажет. Сондықтан мен стратегия дегенді не екенін білмедім. Сол себепті техникалық анализден бастадым, свитча оқудан бастадым. Ең алғашқы келген сала менің акция. Акциядан кейін барып мен форекске ауысқан болатынмын. Акцияны қалай бастадым? Свитчаны оқу арқылы TradingView платформасын қолдану арқылы мен Tesla, Apple, Amazon компанияларының акциясын сатып алып, сату арқылы 2-3 күннің ішінде $200, $100 прибыль тауып жүрдім. Бірақ алғашқы уақытта 3 күн прибыльда отырсам, 4-ші күні жақсы минусқа түсетінмін. Бұл кезде әрине білім жоқ болғаннан кейін бір ғана курспен оқып байып кету мүмкін емес. Сол себепті мен ол минустардың барлығын тұрақты, жеңіл қабылдадым. Осы білімнен кейін мен ойландым. Акция ол кешкі уақытта ашылады. Кешкі сағат ол кезде 6 мен 8 арасында жұмыс жасайтын. Яғни күндіз сіз жұмыс жасайсыз, анализ жасайсыз. Анализіңіздің барлығын жұмыс дұрыс жасалу үшін сіз кешкі уақытта 1-2 сағат уақытта аңдып отырасыз. Сол уақытта сіздің анализіңіз дұрыс шықпайтын болса, бір күндік дайындалған еңбегіңіз заяға кетеді. Тіпті сіз минусқа түссеңіз, ол мүлдем басқа әңгіме. Енді осыдан кейін менде бір сұрақ пайда болды. Неге акцияда біздің маркет ашылған кезде трейд жасаймыз? Неге премаркеттің өзінде отырып трейд жасамасқа деген? Дәл сол бойынша мен білім іздедім, бірақ ондай білім 2023 жылы ешкімде болмаған еді. Содан мен 2023 жылдың күз мезгілінің соңына қарай алтын форекс саласына ауыстым. Ол кезде маған ең алғашқы ұстазым Ғани Оралбай Smart Money стратегиясын оқуымды ұсынды. Сол YouTube'дан қарап, одан кейін офлайн форматта, онлайн форматта бірнеше эксперттерден Smart Money стратегиясын алып оқыдым. Оның артынан Вайков стратегиясы ілінді, одан кейін кластерный сияқты анализдерді оқыдым, стратегияларды, білімдерді. Сол білімдерді оқу арқылы ғана сонша уақыттан кейін мен май айында Smart Money стратегиясымен $10-дан $8300 прибыль жасап рекорд орнаттым. Яғни ол 2024 жыл болды ғой, енді қателеспесем. 2024 жылдары $10-дан $8300 прибыль жасау, немесе аз депозиттен үлкен депозит прибыль жасау деген ол уақыттары ондай рекорд болмаған еді. Қазір болып жатыр ғой енді. Ол кезде білім сапасы өте төмен болатын. Содан сондай Smart Money стратегиясын оқып жүрген кезде сол рекордты жасағаннан кейін менде бір сұрақ туындады. Мен кеше $10-дан $8300 қалай жасадым? Мен бір күннің ішінде 4 миллион теңгені қалай таптым? Мен жаңалық арқылы таптым. Яғни жаңалық уақытында мен тәуекелге бел будым. Білесіздер, ол кездің жаңалықтар өте тез және жылдам қозғалатын. Мысалға қазір 3 галочка немесе 3 звездочка жанып тұрса да, жаңалық өте әлсіз болып жатыр. Ал ол кездер әр жарты сағат сайын жаңалық шыққан кезде не бай, не шартовый, не лонговый сияқты туда-суда қозғалыс өте үлкен, өте жиі болып тұратын. Сол уақыттар мен жаңалықтың арқасында ғана $8300 прибыль тапқанымды түсініп, енді мен жаңа экспертіме, яғни менің тәлімгеріме айттым, ұстазыма, мен жаңалық уақытында трейд жасағым келеді. Оказывается, бізге жаңалық керек екен. Ал бізге ол уақытқа дейін қалай үйретілетін еді? Жаңалық уақытында трейд жасауға болмайды. Ол кезде депозитің күйіп кетуі мүмкін, немесе зоналарың бұзылып кетуі мүмкін деген сияқты қауіп төндіретін. Ал менің ойым керісінше, жаңалықты такси ретінде, яғни өзіңіздің керегіңізге пайдалана отырып, сол жаңалық уақытында үлкен прибыль табуға тырысу керек деген ой менде түйіндеді. Одан кейін мен сол Smart Money-ді, имбаланс, ордер блок деген сияқты инструменттермен аз депозиттен үлкен прибыль жасай алмай қалдым уже жаңалықта. Өйткені ол жақта неге? Стоп үлкен, және буды қайда қоятын білмейсің. Ровно қай цена, қай центтен сделка ашуға болатын мен білмедім. Енді ондай білім цен қоюға, бу қоюға рұқсат бар, сондай мықты білім бар болса бар шығар, бірақ мен мүмкіндігінше іздедім, бірақ таппадым. Таппағаннан кейін малайзиялық СНР уже Қазақстанға келе бастады. Малайзиялық СНРді оқи бастадым. Одан кейін барып мен алдыма көп ұзамай үндістандық СНР жолықты. Малайзиялық СНР мен үндістандық СНРдің айырмашылығы
бөлек. Мен сол өзімнің үндістандық эссенерімнің ерекшелігін айтатын боламын. Сол кезде сіздер басқа малайзиялық, испаниялық қандай эссенер бар, сол барлық эссенерлермен бірге салыстырып айырмашылығын өзіңіз тапсаңыз болады. Енді үндістандық эссенер дегеніміз не? Жалпы эссенер деген ол саппорт және резистенс. Яғни сатып алушылар зонасы, сатушылар зонасы екі ғана зона болады. Жалпы эссенерде сатып алушылар зонасы бұзылса, сатушылар зонасы жұмыс жасайды. Жалпы екі линия тұрады. Сол екі линияның төменгісіне барса жоғарғы сделка ашасын, жоғарғы барса төменгі сделка ашасын деп базалық тұрғыда солай үйретіле береді. Бірақ біз бұл әдісті қолданбаймыз. Үндістандық эссенерде buy, sell, mix зона, breakout зоналар және engulfing деген зоналар болады. Бізде двойной breakout, on breakout, жұп breakout, тақ breakout жұмыс жасамайды деген сияқты информациялар бар. Дәл осы информациялар 2024 жылдың соңдарында, 2025 жылдың басында ешқандай эссенердің сабақтарында, яғни басқа испаниялық, малайзиялық эссенердің сабағында мұндай темалар болмаған еді. Осы үндістандық эссенер сабағынан мен двойной breakout, жұп breakoutта жұмыс жасайды және басқа өз алдына график болу керек, анализ жасайтын және сіздің трейд жасайтын графигіңіз бөлек болу керек. Яғни брокер басқа, анализ жасайтын және сделка жасайтын брокеріңіз басқа болады. Соны біз брокердің барлығын анықтап рынокқа кірген болатынбыз. Яғни мен нарыққа кірмес бұрын алдында 5-6 чаттарда отырған болатынмын. Сол жерде мен до и после деп қорықпай, менің үндістандық эссенерім қаншалықты жұмыс жасайды, қаншалықты буға рұқсат береді, мен қанша стоп ұстаймын және мен қандай депозитпен прибыль табамын. Аз депозиттен үлкен прибыль таба аламын ба, жоқ әлде 500 депозит салып, соның 10%-ін ғана риске қойып, соның 1%-ін айына тауып отыру деген сияқты ереже бар ма, жоқ па? Осының барлығын анықтау үшін мен алдын ала чаттарда өзімді зерттедім. Сонда менің көптеген зоналарым буға рұқсат беріп жатты, стоп алатын жерде стоп алып жаттық. Солай келе мен 3 күнде, күн сайын кейде прибыль тауып отырдым. Неге ол кезде мен күн сайын прибыль тауып отырдым? Өйткені, білесіздер, 2026 жыл, қазір 2026 жылдың ақпан айына дейін бізде нарық, яғни алтын бағасы тек қана көтерілді үлкен таймфрейммен. Берақай. Осы ақпан айына келген кезде ғана бізде алтын $1000 бір күннің ішінде рискі құлады. Яғни үндістандық эссенердің бір минусы, біз зонамен жұмыс жасаймыз, buy зона, sell зона. Buy зона, sell зона болу үшін алдымен жасыл мен қызыл свеча қатар орналасу керек, е? Жасыл мен қызыл свеча қатар орналасса, жоғары жағы sell зона, ал егер қызыл мен жасыл свеча орналасса, астыңғы жағы buy зона, е? Енді перақай жасыл свеча қатар орналасқан сәттерде жанына қызыл свеча шықпайынша біздің үндістандық эссенер бойынша зона шықпайды. Ол кездері біз трейд жасай алмаймыз, күтеміз тек қана. Ол үшін тек бір қызыл свеча шығу керек, яғни маркет ішке бір құлау керек, сол кезде ғана трейд жасай аламын. Бірақ маған бұл ереже ұнады. Өйткені көп адамдарда переқайда сонда мен сделка жасай алмаймын ба, мен сонда ол күндері ақша таба алмаймын ба деген уайым болады. Бірақ бұл жерде сол уақытта ғана емес, ұзақ долгосрокты ойлау керек. Яғни өмір бойы ақшаны тұрақты түрде табу керектігін ойлау керек негізі. Солай мен бұл стратегияға бекіндім. Осы стратегия тоқталдым. Және басқа стратегиялардан айырмашылығы, бірінші, аз депозиттен үлкен прибыль жасайсың. Стоп бар. Не үшін стоп қоюға болатынын білесің, қай жерге бу қоюға болатынын білесің, тейкті қай жерге қоятыныңды білесің. Яғни әр нәрсенің не үшін ол жерде стоп, не үшін бу, не үшін мына жер тейк. Яғни не үшін деген сұраққа жауап бере аласың. Сонда сен сделканы не үшін жасап отырғаныңды білесің. Егер де сіз нарыққа кірген кезде сделкаға не үшін кіргеніңізді білмейтін болсаңыз, онда ол лудоман, азарт. Яғни ойын құмар болып саналып кетеді. Ал сіз не үшін жұмыс жасап отырғаныңызды, не үшін байға кірдіңіз, не үшін стоп алдыңыз, соның барлығын зерттеу арқылы практикалық тұрғыда жұмыс жасап отырсаңыз, онда сіз нағыз маман, трейдер болып саналасыз. Ал мен лудоман, азарт ондай болғым келмейді. Сол себепті мен білімнің ережесіне тұрақты түрде бағынып отырамын. Ережеге бағынбаған сәтте, сізде дисциплина болмаған сәтте, сіз лудоманияға кіріп кетуіңіз мүмкін. Енді басқа стратегиялардан айырмашылығы аз депозиттен үлкен прибыль жасауға болады. Екінші мысал, бұл жерде жаңалық уақытында трейд жасауға болады. Яғни жаңалық уақытында қорықпай трейд жасауға болады. Мүмкіндігінше жаңалық уақытын пайдаланып қаламыз біз. Аз депозиттен кірген кезде жаңалық уақытында ол $100 немесе $200 қозғалса беретін болса, сіз жақсы прибыльға шығасыз. Үшінші
плюсы бұл долгосрок. Яғни ақпан айынан бастап қалай құлады бізде маркет, соғыр біз долгосроктарды алдын ала алтынның бағытының қайда баратынын болжап отырдық. Яғни үндістандық СНР-дің ең бір күшті плюсы ол біз алтын бағасының 3 ай бұрын, 6 ай бұрын қайда баратынын болжам жасап, анализбен біле аламыз. Енді, мысалы, алдағы уақытта алтын бағасы 3500-ге құлауы мүмкін. Мен қазіргі анализбен айтып отырмын. Яғни бұл жерде біздің негізгі таймфреймдеріміз бар. Дневка, 12 сағат, 8 сағат, 4 сағат, 1 сағат деген. Дәл осы таймфрейм басқа СНР-лерде мен Үндістан СНР-ді нарыққа алып келген кезде 12 мен 8 сағат деген таймфрейм болмайтын. Мен алып келген кезде мен өзім де таң қалдым. 12 сағат, 8 сағат таймфрейм болады ма деп. Сол үндістандық білімінің ішінде осы таймфреймдер болды, және одан үлкен апталық, айлық таймфреймдер болады. Біз сол үлкен таймфреймдерді қарау арқылы қазіргі менің анализім цена закрытия бойынша алдағы уақытта алтын бағасы 3500 бағасына құлауы мүмкін. Тіпті ол зонаны бұзып 3400, 3300 бағасына дейін бару мүмкін. Енді бұл цена закрытия байланысы. Мен 2 аптадан кейін, 1 айдан кейін цена закрытия қандай болады мен білмеймін. Бізде цена закрытия береді, сосын анализ дайын болады. Яғни біз күте білеміз. Үндістандық СНР-дің ең бір күшті жері зона болады. Зонаға келіп реакция бермейінше біз сделка ашпаймыз. Яғни баға флетте жүретін болса, біздің бай зонамыз астында, шартовый зонамыз үстінде болатын болса, баға ортада жүрсе, не бай зонаға келмейінше, немесе сел зонаға келмейінше біз сделка ашпаймыз, күте білеміз. Сол күтудің арқасында аз депозиттен үлкен депозит, үлкен прибыль жасаймыз. Артық шығын шығармаймыз. Ал басқа стратегияларда сіз күнде сделка ашасыз ол жақта. Күнде сделка ашқан кезде сіз 3 күн плюста, 1 күн минуста отырасыз ба, әлде 1 апта минуста, 1 күн плюста отырасыз ба, ол жағы белгісіз. Ол жақта эмоция көп болады. Неге? Өйткені күнде сделка аша берген адамда ол эмоция көп болады. Өйткені көп тапсам дейді. Күнде маркетте отыра берген адам уже миының 90% маркетке байлануы мүмкін. Ал біз долгосрокта отырғанның пайдасы, сіз сделканы күтесіз, ол жерге келмейінше сделка ашпайсыз ба, демек сіз өмір сүресіз. Ол уақытта өзіңіздің жеке шаруаңызды бітіресіз, психология тұрғыда сабақ аласыз, басқа білімдерді дамытасыз. Сделка зонаға қалай келеді, баға, сол кезде сделка ашасыз. Дәл сол уақыттарда ғана 3-4 күн ұйықтамай зонаға момент тиген кезде, баға келген кезде сделка ашып үлгерсеңіз, бұл қойсаңыз болды. Тейкке барғанша қалған шаруаңызды жасап, немесе осы трейдинг бойынша басқа да білімдеріңізді қалыптастыра берсеңіз болады. Яғни сізде уақыт жағынан ұтымды болады. Сол себепті мен үндістандық СНР стратегиясына келдім. Мысалға менің әріптестерім бар, скальпинг жасайды. Өздерінің стратегиялар өздеріне ұнайды. Яғни бұл жерде басқа стратегия жұмыс жасамайды деген сөз емес. Барлық стратегия жұмыс жасайды, тек тұрақтылық қажет. Біреу долгосрок, біреу скальпинг, немесе біреу үлкен депозит керек ол жерге міндетті түрде, өйткені көп лот ашу үшін деген сияқты әр стратегияның өзінің ережесі бар. Ал мен тек қана үндістандық СНР-дің басқа стратегиядан айырмашылығын, құндылығын, ерекшелігін ғана айтып жатырмын. Дұрыс түсініңіздер. Және енді келесі видеода мен сіздерге депозитті қалай салып прибыль жасаймын, депозитті қалай басқарамын, неше бөлікке бөлемін, қалтамнан қалай ақша салмай мен прибыльдің өзінен стоп алып, немесе прибыльдің өзінен үлкен тағы да прибыльді қалай жасайтынымды келесі видеода тақтаға жазып тұрып процентмен барын есептеп көрсететін боламын. Келесі видеоны күтіңіздер. Ал мына видео сіздерге пайдалы болса, астына пікір жазып, жүрек қалдырыңыздар. Трейдингпен айналысатын достарыңызға осы менің каналымды жіберіп, видеоны таратсаңыздар болады. Ескерту: трейдинг саласы жаңадан бастаушыларға, декреттегі аналарға, 18 жасқа дейінгі және 50 жастан кейінгі бос уақыты жоқ, яғни жеке бір кәсібі бар, трейдингте қосымша табыс ретінде қараймын дейтін жандарға арналмаған. Трейдинг саласы үлкен фокусты қойып жасайтын кәдімгі үлкен элитный мамандық. Бұл жерде бүгін оқып, ертең ақша табамын деген чудаға сеніп келуге болмайды. Әзірге осы, сау саламатта болыңыздар.